Әр ұстаз өз жолының жолаушысы, ал менің жолым осы байқаудан бастау алды. Аудандық конкурсқа қатысу мен үшін үлкен мүмкіндік болды. Қуаныш пен толқу қатар жүрді. Сабақты жоспарлау, әдістемелік материалдар әзірлеу, оқушылармен дайындық бәрі де менің біліктілігімді сынайтын кезең еді. Бірақ мен тек білімімді ғана емес, өзімді де сынағым келді. Кедергілерсіз өсу мүмкін емес. Қатысушылардың тәжірибесі, қазылардың әділ бағасы, уақыттың тығыздығы, осының бәрі маған жаңа сабақ болды. Кейде қобалжудан даусың дірілдейді, ойың шашырайды. Бірақ ұстаз сабыр сақтау керек, өйткені біздің әр қадамымыз оқушыларымызға үлгі. Бір сәтте өзіме сұрақ қойдым: мен не үшін келдім? Жауабын тапқан соң сенімім нығайды. Достарымның қолдауы, әріптестерімнің жылы сөзі, оқушыларымның маған сенгені мені алға жетеледі. Ең бастысы, өзіме сену керектігін түсіндім. Байқау жеңіс үшін емес, тәжірибе үшін. Мен көп нәрсені үйрендім. Бұл менің соңғы сайысым емес, тек бастамасы. Ендігі мақсат өз білімімді шыңдау, шәкірттеріме мотивация беру, әр жетістікке қуанып, әр сынақтан сабақ алу. Ұстаздық жол жеңіл емес, бірақ оның әр белесі маған шабыт береді. Бұл байқау ертеңгі жетістіктерімнің іргетасы болмақ.